сабағына қош келдіңіздер. Бүгін мәтінді түсініп оқитын боламыз. Бірінші жаттығу. Кітап оқудың пайдасы. Бірде Жазира Асылбекке келді. Әкем ертегі кітап әкелді. Үйге кел, бірге оқиық деді. Ол Жазира айтқан соң барды. Жазираның кітап оқуы керемет. Қайғылы жеріне келгенде көзі жасаурап кетеді. Ал қуанышты жерінде жүзі алаулап шыға келеді. Асылбек те онымен бірге қайғырды, қуанды. Барлық қызық кітапта екен ғой, деп ойлады. Асылбек бұрын кітап оқымайтын, енді бір мезгіл кітап оқитын болды. Қазір Асылбек сабақты жақсы оқиды. Әділ Балта. Авторы қайғылы деп отырғанымыз бұл жерде балалар аянышты деген мағынаны білдіреді. Ал жүзі алаулап деген жүзіне қуаныш ұялау деген мағынаны білдіреді. Асылбек алғашқыда кітап оқуды ұнатты ма балалар? Жоқ, ұнатқан жоқ, Кейіннен оқи бастады. Оның кітап оқуына кім себепші болды? Ең бірінші бөлімде айтылған Жазира болды. Ол ең бірінші Асылбек Жазираға келеді. Саған қандай кітаптар ұнайды балалар? Ертегі кітаптар ма, әлде өлең кітаптар ма? Қандай кітаптар ұнайды? Шығармалар ма? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Балалар, каналға тіркеліп, жаңа сабақтар шығып отыратын болады. Каналға тіркеліп қойыңдар. Сонымен қатар сендерге ертегілер, жұмбақтар және өтірік өлеңдер салып отырамын. Екінші жаттығу. Бос орынға тиісті сөзді қойып жаз. Қасымжол Аманжолов аталарыңның өлеңі. Тыңдайық. Мектеп кеме, білім теңіз. Алға жүзудеміз. Тынбай алға жүзудеміз. Енді бұл жерде жазылуы мен айтылуында бөлек екенін көрсетейін. Тынбай деп айтамыз, бірақ тынбай жазылуы дұрыс Н болып жазылады, Н әрпі болып. Ал М әрпі бұл айтылғанда, естілгенде солай айтылады. Енді тынбай болады. Үшінші жаттығу. Сурет бойынша мәтін құра. Балалар, енді мен мәтінді сендердің деңгейлеріңе сай етіп құрадым. Бірақ сендер өздерің үйде басқаша етіп құрауға, оны өзгеше түрлендіруге болады. Мысалы, ұлан кітап оқығанды жақсы көреді. Ата-анасы мен достары оған мейрам сайын кітаптар сыйлайды. Оны достарымен алмасып та оқыды. Бірақ кітап үйінде көп орын алатын болғандықтан қайта өңдеу зауытына өткізді. Балалар, кітап оқудың пайдасы жөнінде сендерге айтып өтейін. Кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және адамның өзін тануға көп көмектеседі. Кітап оқу миларыңды, яғни жадыны және ойлауды дамытады. Мысалы, сендер апайларың бір сұрақ қойған кезде, көпшілік орында, туысқандарың, ата-әжелерің сұрақ қойғанда бірден жауап бере алмай қалсаңдар, онда ұялмаңдар. Ізденіңдер, кітап оқыңдар өздерің жастарыңа сай. Ертегі кітап оқыңдар. Яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, тез қорыталады. Үшінші, кітап оқу талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастырады. Сонымен қатар көптеген табыс пен жетістіктің негізгі бөлігі болып саналады. Бесінші, кітап оқу адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Балалар, сендер сабақта берілген мәтіндердің барлығын міндетті түрде 2, 3, 4 рет қайталап оқыңдар. Сонда сендердің сөйлеу дағдыларың дұрысталады. Ендеше сау болыңдар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.